Біз қолжазбаларды қарастырып өттік. Негізінде мен қолжазбаларды салыстырып қарастыруға өте көп уақыт бөлдім. Және де жаңа өсиетке қатысты кейбір ғылымдардың пікірлерін айтып кеткім келіп отыр. Олардың біріншісі Уильям Олбрайт, ең ұлы дерлік археологтардың бірі. Мінекей осы еврей жетекшісі жаңа өсиет туралы айтқанда былай деп мәлімдеді. Жаңа өсиеттің бір кітабы болсын, біздің заманымыздың 80-ші жылдарынан кейін жазылды деп айтуға ешқандай дәйекті негіз жоқ деп толық сенімділікпен айта аламыз. Міне осылай. Жаңа өсиеттің барлық кітаптары Мәсіх туылғаннан кейінгі 1-ші ғасырдың 40-шы және 80-ші жылдар аралығында шомылдыру рәсімінен өткен еврейлер арқылы жазылған. 50-ші және 75-ші жылдар аралығы болуы да әбден мүмкін деп ол сенімділікпен мәлімдеді. Ұлы еврей археологы Уильям Фоксуэлл Олбрайт осыны айтады. Өз өмірінде көптеген кітаптар жазған, 800-ден астам ғылыми еңбектер мен мақалалар жазғанын ескеретін болсақ, бұл эксперттің пікірі. Мен шексіз қадірлейтін адам Фредерик Кеньон мырза, өз кезінде ол британдық музейдің қолжазбаларды сақтаушыларының бастығы болған. Және де мінекей оның пікірі. Кеньон көне қолжазбалар бойынша алдыңғы қатарлы мамандардың бірі болғаны туралы айта кеткен жөн. Ол былай деді: киелі кітаптың мәтіні тартыс тудыратындай себеп жоқ екенін толық жауапкершілікпен бекітуге болады. Әсіресе нақты жаңа өсиетке қатысты. Жаңа өсиеттің тізімдер саны, көне аудармалары және алғашқы қауым авторлардың еңбектеріндегі одан келтірілген дәйек сөздер санының көп болғандығы соншалықты, сақталып қалған барлық ақпарат көздеріндегі барлық күмән тудыратын үзінділердің дұрыс оқылуында іс жүзінде сенімдіміз. Бірнеше жыл бұрын дүниеден өткен Манчестер университетінің докторы Брюс әлем бойынша нөмірі 1-ші маман, және оны қолжазбалар бойынша ұлы маман деп білем. Міне оның тұжырымдары. Ешкім ақиқаттығын дәлелдеуге тырыспаған. Басқа классик ақындардың ойларынан гөрі біздің жаңа өсиеттегі мәтіндерін ақиқаттайтын дәлелдер әлдеқайда көп. Егер жаңа өсиет ақсүйектер еңбектерінің топтамасы болатын болса, онда оның шынайылығы шүбәсіз және абсолютті дәлелденген болар еді деп жалғастырады Брюс. Қолжазбалар бойынша өте мәртебелі маманның берген өте салмақты пікірі. Сонымен қатар, Лондондағы Британ музейінің қорғаушысы Фредерик Кеньон мырза бір күні былай деп мәлімдеме жасады. Бастапқы жазылған мәтін мен жаңа өсиет мәтін жайлы айтылып отыр. Ең алғашқы тізімдер арасындағы уақыт өте аз болғандықтан, оларды ескермеуге де болады. Осылайша киелі жазба бастапқы түрінде біздің күнге дейін жеткені туралы күдікке қатысты соңғы себеп те жоққа шығарылды. Содан соң ол тағы былай деп керемет мәлімдеме берді. Жаңа өсиеттің шынайылығы және жалпы тұтастығы түгелдей бекітілген деп айтуға болады.